Саламатсыздар ма менің құрметті оқырмандарым? Міне мен екінші жартысының екінші бөлігінің көрпешенің соңғы құрақтарын құрап жатырмын. Бұл үш жақтама тырнақша құрақ. Ақ пен жасыл түседі бұл жолы. Бәрін қайта көріп жатырсыздар. Бұл жерде орта астарлық матамыз 17-де 17. Ортадағы көзіміз 4-те 4. Мына лентаның аяқ жағына белгі қойып аламыз. Түктер төмен қараған жағына. Арт жағынан. Көзі 4-те 4. Ленталардың ені 3 сантиметр. Енді бұның тігілуінің бәрін әбден көріп, қанық болдыңыздар. Мынау жанында, машинканың жанында жатыр ғой, жасыл мен ақ. 3 жақтама тырнақша түседі бұған. Тырнақшалардың ені 6-да 6. Оны ортасынан бөліп алдым. Барлығының өлшемін білесіздер. Құрағымыздың бас аяғын бекітуді ұмытпаймыз. Қай құрақты түсірсеңіздер де, үстіңгі түсіріп отқан құрақтарыңызды астың құрақтан асыра, бас жағын асыра қоясыздар. Сосын басын аяғын бекітуді ұмытпаңыздар. Құрақтарыңыз астарлықтарыңызбен бірдей түзу шығу үшін астарлықтың 4 бұрышын диагоналын шығарып алуды ұмытпаңыздар. Соған қарап отырып, мынандай тіккен кезде соған қарап отырып тігулеріңізге болады. Мен енді бұл қазіргі тігіп отырғаным 3 бөліктен тұрады дедім, соның екінші бөлігі бұл. Енді бұдан кейін әлі бір бөлігін тігетін болам. Мен ылғи да сіздерге айтып отырамын. Тек қана өзім үйіме не тігіп жатырмын, соны ғана салып отырамын. Басқа құрақ түрлерін сол тіккен кезде үйреніп аларсыздар. Одан бұрында талай құрақ түрлерін көрсеттім. Алдындағы шешен құрақ көрпешеден 4-еу тіктім. Онда да барлығын өздеріңізге көрсетіп, өздеріңізге бәрін түсінетіндей етіп, былайша айтқанда ауыздарыңызға шайнап салып бердім. Енді бұл қазір 8 жапырақ деп айтылады. Ши құрақ пен тырнақша құрақтан құралған 8 жапырақ құрақ. Бұл солай аталады.
Тіге берсең құрақтың түрлері көп. Ендігі менің ойым, осы құрақ көрпешеден 8 жапырақтан 4 көрпеше тіксем деп отырмын. 4 көрпешені тігіп болғанға дейін қандай сұрақтарыңыз бар, қандай мұқтаждықтарыңыз бар, соны айтып отырыңыздар. Мен бәрін үйретуге тырысамын. Тырнақшаларымыз 6-да 6. Себебі біздің лентамыздың ені 3 сантиметр болғандықтан мен тырнақшаны үлкен етіп алдым. Сосын ортасынан бөлдім. Әрі үнемдеу, әрі 6 сантиметр дегеніңіз кең, мол, екі жағынан да кең болып шығып тұрады. Міне 3 жақтама тырнақшаны осылай түсіріп отырасыздар. Осылай ленталарыңызды қойған кезде де жаңағы шығарып алған, сызып алған диагоналдарыңызды қарап отыруға болады осы жерде. Сәл жылдамдау көрсетейін, уақыттарыңызды алмай. Үшінші айналым тырнақшаны қойып жатырмын. Тырнақша 3 айналым болып түседі. Ленталарыңыз 4 айналым болып түседі. Мінеки енді қазір соңғы лентаның 4-ші қатарын тігіп жатырмын. Қандай сұрақтарыңыз бар? Неге бұл құрақтарды қайта-қайта көрсете береді деп ойлайтын шығарсыздар. Бірақ негізі көп көргеннің ешқандай зияны жоқ. Бір жерде көрмей қалғандарыңыз екінші көрсетілімде көруге болады. Екінші көрсетілімде көре алмай қалғандарыңыз үшінші көрсетілімде көруге болады. Сөйтіп барлығын кәдімгі шебер бұрыннан тігіп келе жатқан әжелеріміздің жолына түсе аласыздар. Көп көрген жақсы. Мен сондықтан енді өзім дәл осымен айланысып отырғаннан кейін сіздерге қайта-қайта көрсетіп жатырмын. Енді жан-жағындағы артық астарлықтарын алып тастаймыз. Бұл барлық құрақтарым тігіліп болғаннан кейін 16-та 16 болып шығып жатыр. Екі жағы да бірдей болып. Мынау алдында тіккенім сол екеуінде
жан-жағын қырқып туралап қояйын. Осындай жасыл мен ақтың көзінен бір бөлігіне төртеу кетеді екен. Артық құртық жып-жыптарын бәрін қырғып алып тастаңыздар. Сұрақтарыңызды комментарийға жазып кетіңіздер.